Замана шындығын жазған жазушы. Осы атаумен Жайық Бектұров атындағы жасөспірімдер кітапханасында жазушы, журналист Екатерина Кузнецованың туғанына 85 жыл толуына орай әдеби кеш өтті. Шараға жазушының әріптестері, журналистер, мұғалімдер мен студенттер қатысты. Қалың оқырманның сүйіктісіне айналған қаламгер жайлы әріптесім баяндасын. Екатерина Кузнецова, журналист, жазушы, Қазақстан Республикасы журналистер одағы сыйлығының лауреаты. Карлаг туралы кітаптар сериясын жарыққа шығарған. Оның есімі шетелдердің оқырмандарына да кеңінен танымал. Брат пошел учиться в политехнический институт. Ағам политехникалық институтқа оқуға кетті. Ал мен Алматыда журналистикаға оқуға түстім. Мамандығымды өз ісімді жаным сүйеді. Мен 1961 жылдан 2001 жылға дейін Қарағандыда жұмыс істедім. Жазудан рахат аламын және өмірімді осы мамандыққа арнағаныма қуаныштымын. Более 20 лет своей жизни посвятившему теме сталинских исправительно-трудовых лагерей, лауреату премии Алтын Сонкар Екатерине Борисовне Кузнецовой. Кеш жазушының еңбек және шығармашылық қызметі туралы баяндалған шындыққа арналған өмір атты библиографиялық этюдтан басталды. Қонақтарға журналист туралы бейнеролик көрсетілді. Философия ғылымдарының докторы Таисия Савченко өз тілегін білдіріп, кештің маңыздылығын атап өтті. Вот это живое общение. Мұндай тұлғамен кездесіп, оның әңгімесін тыңдап, тәжірибе алмасу қуантарлық жағдай. Жастарға дәл осындай кездесулерге қатысу маңызды әрі пайдалы. Осындай кешті ұйымдастырып отырған кітапхана қызметкерлеріне алғысым шексіз. Кездесу барысында жиналған қонақтар мен студенттер қаламгерге сұрақтарын қойды. Қонақтар үшін Жайық Бектұровтың мемориалдық кабинет мұражайында экскурсия өткізілді. Дариға Жаманова, Еркебұлан Бехожин, Нұржан Табриз, Сарыарқа телеарнасы.